Бремен музыканттары. Бір кезде есек, ит және мысық өмір сүрді. Олар қартайып қалған еді. Сондықтан иелері оларды өлтіруді шешті. Сол себепті олар үйлерінен қашып, Бремен қаласына барып, музыкант болуға бел буды. Жолда олар бір қоразды кездестірді. Ол да үйінен қашып шыққан еді. Өйткені иелері одан сорпа жасамақшы еді. Осылайша төртеуі бірге жолға тартты. Қалаға дейінгі жол өте ұзақ болды. Сондықтан түнде олар орманда аялдады. Қораз ағашының басына шығып, алыстан жарықты көрді. Олар барып бір үй тапты. Бойы ұзын болғандықтан, есек терезеден сығалап қарады. Ол дастарханда дәмді тамақ пен шарап қойылғанын көрді. Ал жанында қарақшылар мәз-мейрам болып отыр еді. Сосын олар қарақшыларды қалай қуып жіберуге болатынын ойластырды. Есек алдыңғы аяқтарымен терезеге сүйенді. Ит оның арқасына секірді, мысық иттің үстіне шықты. Ал қораз мысықтың басына қонды. Содан кейін олар әндерін бастады. Есек аңырады, ит үрді, мысық мяулады, ал қораз аңдетті. Сосын олар терезеден қарғып ішке кірді. Қарақшылар әлде бір қорқынышты құбыжық басып кірді деп ойлап, қатты шошып орманға қарай қашып кетті. Төрт дос дастарханға отырып барлық дәмді тамақты жеп қойды. Шамды сөндіріп ұйықтауға жатты. Қарақшылар үйдің тыныш екенін көріп, біреуін үйді тексеруге жіберді. Ол ас үйге кіріп, от жағайын деп еді. Мысықтың көздері жарқырап көрінді. Қарақшы оны бықсып жатқан көмір деп ойлады. Тұтатпақ болып сіріңкесін тықты. Сәл сәтте мысық оған секіріп, бетін тырнап тастады. Қаты шошып кеткен қарақшы қаша жөнелді. Бірақ есіктің қасында жатқан ит тұрып, оны аяғынан тістеп алды. Қораның алдынан жүгіріп өткенде, есек оны артық аяғымен қатты тепті. Ал оянған қораз қатты айғайлап шақырды. Қарақшы достарына жүгіріп келіп, «Ол үйде мыстан бар, ол маған айғайлап бетімді тырнап тастады. Ал есіктің қасында біреу пышақпен тұр, аяғымды жаралады. Қорада қара құбыжық мені шоқпармен ұрып жіберді. Ал төбеде отырған сүт айғайлап, жаман адамды ұстандар, деді. Сонда мен қашып кеттім». Қарақшылар қатты қорқып, ол үйге қайта жақындауға батылы бармады. Ал Бремен музыканттарына бұл үй қатты ұнап қалды. Сондықтан олар сонда қалып, ұзақ әрі бақытты өмір сүрді.